Ассалаумағалейкум, армысыздар, ардақты ағайындар, құрметті отандастар. Мынау Наурыз мерекесін өткізіп, арқаны кеңге жайып, бір жайғасып жатқан жағдайларыңыз бар шығар. Барлығыңызды өткен мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Мынау мереке қарсаңында антикорда мерекелеп, мынау біраз демалып жатқан секілді. Дегенмен әрине бұл жемқорлық, ел қарсы атаңнан қалған ас емес деген өзіндік бір қағидам бар. Әрине жұмыс істеп жатыр. Қызба жұмыстың арқасында көптеген қылмыстың бетіне ашып, ел қаражатына қаншама қаржылар қайтарып жатқанды көріп отырмыз ағайындар. Енді бізде бір белсенділік танытып, осы орайда бір өлең шумақтарын осы жемқорларға арнап қалам тартқан болатынмын. Соны сіздерге қазір оқып берсем деп отырмын ағайындар. Жемеңдер, жемеңіздер елдің сыйын, жемқорлық өсіп тұр ғой елде қиын. Ел қарсы атаңнан қалған мұра, ас емесі белгілі болса миың. Жемқорлық бұл жауыздық, ел дұшпаны. Дұрыс болар дұшпанды ел қысқаны, ұлтқа зиян олардан қалған ұрпақ, қалай өсер ірің болса тек құшқаны. О, жемқорлар, жемеңіздер, елді жеме. Бұлғамаңдар туылғандай болсын дене, отбасыңды айырбастап арамдыққа, кетпесін бір кез теріс жүзіп кеме. Я, ол рас, жегендер бар желкесімен. Ел қарғайды шықсын деп желкесінен, тектілікті жоғалтып түпкі ұрпаққа қалай орын алып берер өлкесінен. Жемеңдер, жемеңіздер, жегіштерім. Жегенге мен қарсымын келіспедім. Жиғаныңды қоярсың қайда апарып, бір күні таусылғанда жұтар демің. Жемеңіздер, жемқорлық бұл жаман індет. Адал іспен жүрейік күн мен түндеп, ел үшін ұлт қамы деп пара алмау болсыншы бар қазаққа бұл бір міндет. Мінекей осындай Наурыздың қарсаңында осындай жемқорлық мәселесінде өлең шығардым. Осы өлеңге сіздерден баға берсін деп сұраймын. Лайк болса лайктарыңызды аямай, пікір алаңына осы өлең қалай шықты, пікір алаңына өз ойларыңызды жазып қалдырыңыздар. Рахмет сіздерге. Әрқашанда ел аман, жұрт тыныш болсын.